Бизнеске жаңа идеялар іздеп жүрсіз бе? Қазір 2022 жылы жүргізуге болатын 5 бизнес түрін айтатын боламын. Оған дейін сіздер видеоға лайк басып, комментарий жазып, ең бастысы каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең бірінші ұсынатын идея кафехана. Зерттеулердің нәтижесінде қазақстандықтардың 3-2 бөлігі ғана кафені үйде дайындайды. Бастапқы инвестиция 400-600 мың көлемінде тұратын кофемашинкасымен бастай аласыз. Кафехана бірінші қабатта және жеке есігі болса, университет, кеңселерге жақын орналасса жақсы нәтиже береді. Спорттық тамақтану дүкені. Қазақстан тұрғындары арасында спорт пен салауатты өмір салтына сұраныс артып келеді. Танымал спорт түрлері болып фитнес, пауэрлифтинг, бодибилдинг және тағы басқа жатады. Бұл спорт түрлері тек жаттығулармен шектелмейді. Сонымен қатар спорттық қоспалар қажет. Сондықтан бұл бизнес саласында бәсекелестік өте аз. Ақылды мейрамхана жүйесін ұсынамыз. Дұрыс тамақтануды танымал ету. Мұнда әрбір тағамның калориялары мен тағамдық құндылықтары есептеледі. Тиісінше, мұндай мейрамханаға келген адам мүмкіндігінше сау тамақ іше алады. Яғни ол қайтадан осында келеді. Экологиялық косметика өндірісі. Салауатты ингредиенттерден жасалған косметика қазіргі таңда керемет танымал. Оны жасауды үйрену үшін сіз арнайы шеберлік сабақтарына қатыса аласыз. Компьютерлер мен ноутбуктерге техникалық қызмет көрсету. Әрбір бірінші үйде міндетті түрде компьютер немесе ноутбук болатынын ескерсек, бүгінгі күні өте өзекті тақырып. Бұлар әрқашан техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етуді қажет етеді. Видеоны жақындарыңмен бөліс. Мүмкін оларға қажет идея болуы мүмкін ғой. Біздің бизнес идеялар әзірге осы. Каналға тіркелуді ұмытпа. Пайда мен зиян каналының пайдалы ақпараттарын жіберіп алмаңыз. Назарларыңызға рахмет.